Жақсы адамды көре қалсам тілеймін, ұзақ өмір сүргей деп. Жақсы адамдар нұрдан тамған тамшылар, жан дүниесі тым бөлек. Жақсы адамдар қарапайым сыпайы, пасықтық жат оларға. Жақсы адамға сырыңды айтып сырлассаң, шын жүрекпен ұғады. Жақсы адаммен уәделессең ұмытпай, сертінде нық тұрады. Саған айтпай білдірместен сыртыңнан көп жақсылық қылады. Жақсы адамдар жан жағымнан қаумалап, қуат берді көңілге. Тек жақсылар болған үшін ұнайды мына жалған өмірде. Ең қиыны жоғалтуға қорқамын, қымбат маған әрбірі. Мен сендерді жақсы көрем жақсылар, бар болыңдар барлық. Десек те мен білетін жақсы адамның бірі аңыз адам Бейсен Құранбек ағамыз еді. Өмірден өтіп кетті. Дәл қазір мына мен тұрған жер Бейсен ағатайымның кіндік қаны тамып дүниеге келген туған жері Қызылжар ауылы. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан. Бұл ғимарат Бейсен ағатайымның тарыдай болып кіріп, болмысы таудай болып шыққан мектебі. Мектептің бір сынып бөлмесі арнайы Бейсен Құранбектің естеліктеріне арналған. Бүгін біз Бейсен Құранбектің ұстазы, биология пәнінің мұғалімі Тұрсынхан апаймен кездесіп отырмыз. Сәлеметсіз бе, Тұрсынхан апай? Қалыңыз қалай? Жақсы екем, жақсы. Сіз Бейсен Құранбектің көзін көрген, балалық шағында ұстазы болған адамсыз. Бала Бейсен қандай еді, оның азамат Бейсен болатын сол кезден білінді ме? Болатын баланың белін буы керек. Алғы бала Бейсен кішкентай кезінен сонда ұйымшыл, ұйымдастырғыш, сондай намысқой бала болды. Содан кейін ана балаларды жинап, өңі кісілерге жанашырлық болып тұр. Сондай жүрегі жылы бала болды. Жақсы, апа, рахметің сұхбатыңызға. Сіз ғұмырлы болыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, сізге бар жақсылық тілейміз. Бүгін біз Бейсен Құранбектің алғашқы ұстазы Қазипа апаймен сұхбат жүргізбекшіміз. Сәлеметсіз бе, Қазипа апай? Сіз Бейсен Құранбектің алғашқы ұстазы екенсіз. Бүгін сізбен бірге Бейсен Құранбектің балалық шағы, оның жаңағы шәкірт болған кезде сізге солар жайлы сұхбат жүргізсек. Ең алғашқы сұрағымыз, бала Бейсеннің бойынан қандай ерекшелікті байқап едіңіз? Бейсен енді ауылда өскен бала ғой. Бірақ Бейсеннің оқуға деген, білімге деген құштарлығы ерекше болды. Өзінің жасы кіші болса да, ол мектепке барғысы келіп, апасы менің баламды оқытасың ба дейді. Өзінің жаңағы қатарласынан ол кіші болды. Соған қарамастан ол мектепке өз жасынан ерте келді. Және өте зерек болды. Менің сыныбымда 31 бала болды. Соның ішіндегі өте ерекше осы Бейсен болды. Бейсен дейтін себебім өте ақ көңіл, әр уақытта күліп жүретін, көзі жанып тұратын бала еді. Және де еш уақытта ол бала біреумен бір төбелесіп, немесе ұрысқан кездері болған жоқ. Қашан болса да балаларға өте дос болды балалармен. Әсіресе үзіліс кезінде кәдімгі бүркіт сияқты екі қолын жайып жіберетінде балаларын сол қанатының астына алып, жүгіріп ойнап жүретін. Соған таң қалатынбыз. Себебі үлкен үзіліс болған кезде сыртынан қарап тұрамыз ғой, балалар не істеді деген кезде түрі сондай әрекет істеп жүретін. Одан кейін әр уақытта ашық, жарқын. Соны апасы мен атасының қолында ол тәрбиеленді ғой. Сонда атасы мен апасының қолында деп айтпайсың, бала күнде сабаққа жақсы дайындалып келетін, жазуы да әдемі болатын. Міне сол қасиетіне қарап, Бейсенді мен мектеп сыныпта староста дейміз ғой сол кезде, басшылық қойған болатын. Сонда ол балаларды ешқандай дымын шығармай, егер мен шығып кететін болсам, дымын шығармай сол балаларды басқарып отыратын. Рахмет. Жалпы әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген адам өлмесін деген қазақ айтқан сөз бар екен. Аққан жұлдыздай жарқ етіп бақилық болған Бейсен Құранбек ағамызға білім берген сіз ғұмырлы болғайсыз. Сұхбатыңызға рахмет. Мына кең дала Бейсен ағамның бойына дархандықты ұялатқан, ал мына таулар аласармас рухты бойына ұялатса, мына сыңғырлаған өзендер таза ақ пейіл көңілін сіңірсе керек.
Қайран ағатайым ауылына деген махаббаты ерекше еді. Жыл сайын ауылға келіп түрлі байқаулар, жарыстар ұйымдастырып, ауыл балаларын жақсылыққа жетелеуші еді. Менің өзім кішкентай бүлдірсін болсам да, сол кезде жүлделі орын алған едім. Сол кезде менің бір арманым бар еді. Бейсен ағатайымдай болсам деген.